тәртібі бүгін осы ұлттық мейрам қып, ұлттық дәстүрдің мейрамы қып өткізіп жатқанымыз осы мейрамның құрметіне жолдастар. Бұл бір жағы кадр ұғу керек, осы жағы от кешіп келген, содан аман қайтқан ардагерлеріміздің құрметіне. Сонан кейін сол соғыста қайтпай қалған, туған жерінен топырақ бұйырмаған адамдардың құрметіне деп айту керек. Ол қашанда біз оларды құрметтеуге тиіспіз. Жолдастар, біз бүгінгі мейрамды жалпы өзіміздің ұлттық дәстүрімізді кішкене көрсетейік, ұмытып қалғанымыз болса есімізге түсірейік деп өткізіп отырмыз. Осы бүгінгі спорттық мейрамның, ұлы жеңіс мейрамының, осы жаңағы бүгінгі тойын салтанатты түрде ашық деп жариялаймын. Алғашқы сөз Қазақ тілі қоғамы облыстық ұйымының төрағасы Серік Ғабдуллинге берілді. Еске алу деген қасымызда тұрған мынау ардагерлеріміз таң кешіп қабырғадан бастарына күн туған кезде еш нәрсені ойламаған бүгіннен соң кісілердің мейрамы қайырлы болсын. Екіншіден, бүгін қазақ болып тұрғаннан кейін іргемізді аулақ салып, бөлмемізді бөліп алғаннан кейін бөлек мемлекет болып тұрмыз. Осы алдымен мемлекеттеріңіз құтты болып, соған сіздер болып, біздер болып бәріміз қазақтың елін көтеріп, шаңырағын биіктетіп, босағасын бекітіп берсек, ертеңінде сол үлкен қабырғалы ел болып шығамыз. Бұны 500 жылдан бері қарай ойлаған қазақ болатын, кешегі өздеріңіздің, біздің бабамыз Қабанбай, Бөгенбай, Абылайлар осыны армандаған, не орысқа бармай, немесе жоңғарға бармай, не Қытайға бармай, арамызда ел болып қалсақ деген, оның бер жағында 80 жылдың ішінде елдігімізді, жұртымызды жоғалтпай, әйтеуір қазақ болып келгенімізге соғанда шүкіршілік. Бұдан былай қазақтығын жоғалтпай, қазақтық атын шығара беруге, кеуделеріңізді жоғары көтеріп, бастарыңызды тік ұстауға, ойын менен тойды жүргізе беріп, жер аман, ел аман болуға, әр уақытта тек бастарыңызға қайғы келмей, қуанышта болуларыңызда сіздерге тілектеспін. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Рахмет сіздерге. Құттықтау сөз соғыс ардагері Сақиөлдің жолдасқа беріледі. Құрметті туыстар, құрметті ағайындар, құрметті зейнеткерлер, құрметті отан соғысына қатысты жолдастар. Барлықтарыңды бүгінгі жеңістің 47 жылдық мейрамына мен құттықтаймын. Бұл соғысты 9 май деп атап өтті жолдастар. 9 май емес, мен 15 май күні Чехословакия территориясында соғыста болдым. 15 май күні аяқтадық бір ақыры күреп бұны. Сонда 15 майға шейін соғыстық. Сонда 9 майдан 15 майға неше күн қаншадан сонда қырылды жолдастар. Мен өзім көзім көрдім. Бірақ ажал жоқ адам қайта оралады екен. Сондықтан да бұл ауыр соғысты бендігінен тілейтін бұл жастарға бермесін біздің көргенімізді. Келешек жастар, ұрпағымыз, жаңағы қазақ тілі қоғамының айтқандай өзімізді қазақ екенімізді, өзімізді қазақтың несіне адан екенімізді. Ал енді қосылған адалдық істей берейік. Замананың барлық көші адамдардың қаны мен терімен жасалып жатыр десек, сол қан менен тердің барлық қасиетінде қадірінде біліп жүрген айналайын қарашалдар, айналайын қасиетті халық. Неге біз қарашалдар деп отырмыз? Өйткені менің барлық көкірегіме келіп отырған бір ой, келе жатқан болашақтың иелері сол бір аталарының қанын, сол бір әжелерінің жаңағы арын сақтап өссе екен, нағыз қазақ болып өссе екен деген бір ұғымды түйіндегім келеді. Сондықтан шығар, кешегі 30 жылдарды өз өзегіменен, өз көкірегіменен тосып алған біздің шалдарымыз азайып бара жатыр. Рұқсат етіңіздер, қарашал деген бір өлең оқып жіберейін. Сен бар жерде қарашал қапсағайлы, оралмайды ойға мың басқа қайғы, бар жұмысым жатқаны орындалып, бір жұмысым әйтеуір ақсамайды. Шалыс басқан жерінде ақыл айтып мәтелмен нақыл айтып, мұрт шыққан ұлы
жас баладай екі көзін қойымшың бақырайтып, сен бар жерде ұл жүрмес сағы сынып, немесе бағы сынып, сөйлемейсің япырай көп тыңдайсың, бір сөйлесең кетесің, ағытылып. Көңіліңе түйген көп жоба барды, көп көңілге сол жобан қона қалды. Менің тарихым деп бізге көрсетесің, алдымен тау, сонан соң обаларды. Сенсің менің ойымды қозғағанда, саған қарап тұрғандай боздаланда, тұман бүгін адасқан қайықшыдай, білмеймін бір күн сенен көз жазам ба. Қанша қалды жігіттер қарасаңдар қынжылып, санасаңдар, қара емен секілді, қайыспайтын, сиреп бара жатыр ғой қара шалдар, атыңнан айналайын дана шалдар. Құттықтау сөз аудандық кеңестің төрағасының орынбасары Сансыбаев Жолдасқа беріледі. Құрметті жолдастар, Қалдый Батыр ауданының келесімен аудан әкімшілігі атынан бүгін осы село тұрғындарын, сондай-ақ соғыс ардагерлерін 9 мамыр күнімен құттықтап, келешекте бақытты өмір сүріп, денсаулықтары мықты болып, семьяда, балаларында жақсы тәрбие беруде үлкен үлес қосады деп сенім білдіруге рұқсат етіңіздер. Сонымен қатар, қазіргі заманымызда ауыр заман деп жатырмыз. Әрине заманымыз ауыр, дегенмен де осындай бірлікпен жұмыс істесек, бірімізді тілімізді тапсақ, ол заманды біз жеңіп шығуға әрнешенің күші бар. Осы бүгінгі мінеки мерекені ұйымдастырып отырған совхоз дирекциясы, селолық кеңес, кәсіподақ комитеттері үлкен істерге жағдай жасап отыр. Осындай азаматтарды біз әлде де қостай берейік, айтқандарын, ал жұмыста да, еңбекте де жақсы жұмыс істеп, мына өндірісті өндіруге, өзімізді әл ауқатымызды жақсартуға, үлкен үлес қосуға шақыруға рұқсат етіңіздер. Құттықтау сөз осы ауданымыздың құрметті азаматы, жалпы облысқа танымал, республика танымал азаматтарымыздың бірі Түсіпов Рамазан Жолдасқа беріледі. Бүгінгі енді 9 май бұл баяғыдан қастерлі тойлардың бірі болып келеді. Қазақ халқы ақында, ақылды да, ақ көңілді, батыр да. Бұл осы Совет Одағының батырлары деген ата қалғанның ішіндегі 4-ші халық екен қазақ халқы. Енді сөйте отырып, біз өзіміздің тілімізден де, жерімізден де айырылып қала жаздадық. Ол біздің аңқылдақтығымыз, ол біздің жаңағы естен келген төрге шығарған қасиетіміз. Бірақ бұл қасиеттіміз айырылуға тиісті емеспіз. Бірақ батырлығымыз ол түбі жеңіп, біз осы жастарды, осы шалдарымыздың артынан еретінде, соның ақылын еретінде тәрбиелесек, біздің жастарымыз кем болмайды, халқымыз кем болмайды. Ақын дегенде, мынау осы кейінгі кезде бір ауылдың өзінен 10 шақты ақын шығып жатыр. Бұл да біздің халқымыздың тілінің байлығы, ақылының кеңдігі. Міне осыны сақтап, осыны қастерлеп, осыны балаларын өткізе білсек, біз ешкімнен кем болмаймыз. Жаңағы айтқан жерімізге де, елімізге де ие боламыз. Осыдан жазбайық, Құдай бақыт берсін, келешегіміз жарқын болсын. Құттықтау сөз Шілікті совхозының директоры бүгінгі осы мейрамға Шілікті совхозының коллективде қатысып жатыр жолдастар. Олардың спортсмендері, аттары жаңағыдай осы ұлттық ойындардың бәріне түгел түрлі спортсмендерін әкелген болатын. Онымен қоса міне әртістерін де әкеліп отыр, қазір алдарыңызда концерт береді. Сондықтан құттықтау сөз Шілікті совхозының директоры Жұман Жолдасқа беріледі. Қымбатты жолдастар, қадірменді қариялар, Отан соғысының ардагерлері, еңбеккер жұртшылық, барлықтарыңызды Шілікті совхозының атынан, оның халқының атынан, үлкен мерекелеріңізбен, бүгін жасап жатқан тірліктеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңіз табысты болсын, бақытты болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Халқым бар өз тарихында көпті көрген, бақыт, теңдік, еркіндік тап бұл елден. Бүгін әр күн шаттыққа толы болса, ардагерлер арқасы деп білем мен. Аспанымда шуақта тұр таң күліп, әр кеудеде күй тасып жыр жаңғырып, ағалардың рухындай алқызыл от, алаулап алдымызда тұр мәңгілік. Ол еткен нар едіңдер ардагерлер, сен
тағзым етер тау мен өрлер, тұрсыңдар ажалдан да асқақ биік, өмірге өздеріңді арна берлер. Халқымыздың ұлы перзенті Абай тойының 150 жылдық торқалы тойына арнап, кемеңгер ақынымыздың құрметіне арнайы тігілген ақ отаушы көз тартардай етіп безендіріліпті. Осындай көл көсір қуаныш үстінде мынандай шаңырақ көтерген мектеп мұғалімдерінің де бүгінгі мерейі әрқашанда үстем, әңгімелері жарасымды. Құрметті ауыл еңбеккерлері, соғыс және еңбек ардагерлері, сіздерді 9 мамыр Ұлы Отан соғысының
Замта кемдигилер işte жолдан Ата жұртын аңсап, сонау Монғолия жерінен елімдеп, жерімдеп келген қазақ ағайындарды жаңа ұл жұрты құшақ жая қарсы алған. Қазір олардың бірнешеуі осы өңірге арнайы келіп, қоныс шалып, енді соңында қалған отбасыларын көшіріп келу қамында жүр. Ал ол жақта терилеу, сабын жасау кәсібімен айланысатын ағайындар өздерімен бірге мынау сөйлеп тұрған моңғолдық туысқаны да ерте келді. Қазақтың қай той айтысыз өткен. Күні бойғы думан тойдың соңы ақындық өнердің сайысына ұласып, әсіресе жас таланттардың сөз тастасы салтанаттың әрін келтіріп, сәнін кіргізіп. Біле білсе, ұға білсе танып кім, домбырадан жыр нөсерін ағытқын, өнер алдын тілдеп білген қашанда, айтыс деген, кереметі қазақ деген халықтың. Күндірлейді тегіммен танылар мәлі адам білерімнен бұл айтыс жарыстырды мені бүгін атақты алаш ақын жиеніммен көкөйден жүр сумақты теріп едім домбыра қолға домбырам жанымдағы серік едім жолыңды бір атса әпкежан енді маған соңыңнан артыңнан мен еріп едім Өргелерге өршісін табысың-ай Дүзге берсін әпкелердің шабысың-ай Әпкежан екеуміз де қорғап келдік Мектебіміз масын көргей намысың-ай Алмысың халқың қазақ думандаған Қазақстан байтақ жер туған далам Алдыңда
Аңсамайды ақын достар Үш бәйтерек қазағымның айтып жесі Қазір ағам-оу айтып кетсе сөз басында Ең қуаныштысы айтыстың айғылақтан кері Абашка кем туып өскен қасиетті топырақта жыр жауқазындарының шешек атып келе жатқандығы. Мектеп оқушылары Әлкенбаев мен Әзізхановтың, ауыл жастары Қабдолданов пен Қожахметовтың және Уәлиевтің айтыс өнеріндегі аяқ алыстары үлкен үмітке жетелегендей. Өзімнің қызығыңды көрер едім Қорғалы балдарыңда желер едім Сұрақтың дейтін кемір құрылып отыр Әйтпесе жауабын бер дер едім Қатыңдатасың судай-ақ-оу ағамыз-ай Қолдайды бүгін мені бабамыз-ай Сәкені өзі ету үш бәйтерек Білмесең болады ғой ағамыз-ай Бүгінгі әзіл қағай-оу қарысыңнан Бүгінгі зорғалаған жабысыңнан Кезегіңді қайтадан берейінші Аратай қақылдаған дауысыңнан Демегін аға сөзін қайталадым Ақыллығың бұндай да байқаладым Сұрағыңды бауырым түсінбедім Бәйтерек деп столды да қайталады Өйде! Көңілге жақсы сөзді сақтап өткем Талай жақсыны мақтап өткем Әкем Ильяс ұлыс бәйтерек білемін мен Кезінде жастайымнан өлеңін жастап өткен Әзілге әрқашандай-оу күлмеуші мен Айтысып әрқашанда жүрмеуші мен Бәйтерек деп ағашты айтпайды ғой Теңеуін қазағымның білмеуші мен Көңілден айта сөзді сырлап көрші Опыраңды оқытмайды ырғап көрші Қымбатшылық жанға басқан осы заман Ол жайын бауырым бір жылап берді Уақытпаймын Әжір-оу қолға жеңіп асықтаймын Шақтап жүріп қолдан-ай-оу қаңды салмай Төгіліп әнге салып көкке самғай Сенбеймін нағыз ақын екеніңе маңдайдан тер төгіліп тамшы тамбай Заманда қиыншылық ай-оу бастан өтті
Қайрықпай бәрін қазақ тастап өтті. Енді ғана демала бастағанда заманғы қымбатшылық келіп жетті. Маусымның келіп жеткен көктемі де қайран қалам уақыттың жеткеніне. Азандап халқымның көз ашылсын. Іздеудетпен осыға жеткеніне. Ақсының көңілін бір табу керек, керекті жағыммен бір ауыл керек. Жер шықпай маңдайдан бір отырғаным, ол үшін таң атқанша табу керек. Уақыттың қысталығын амалдайық, қалайша бір-біріңді жамандайық. Бізге бірген 15 минут бітіп кетті, осымен бұл айтысты тамамдайық. Әлі де ағам ойғыл көсілесің. Артық кетсе бауырын кешіресің. Әлі де шыққан кезде айтыстарға осындай қалқасында көсілесің. Менімен айтысқаның бағы басым, еліңе талай танылатын. Ауылыңа ертеңі барғанда бұл бауырыңның қалдыңдарын сағынасың. Моңғолиядан келген қонағы мынау өздеріңіз өнерін тамашалап отырған Жырғау Мәрденұлы өзіндік әуен ырғағымен көңіл жайлауын кеңейте түсті. Ой мен өлең жырдың сауығын ай, қойынма суй тимай отыр қуанышым. Ән салдым осылайша сіздер үшін. Қазағым қаным бірге рухымсың.
Атын арба буыз көрікпен, аралаған алақарлы алқапта мамырлары жүректерді еріткен. Тамыл жұптыр айнала тымық бүгін, көктөсінде салтанат құрып түгін, табиғат жомарттықпен көңілдерге құяда шырын сәуле тұнықтығын. Что происходит? Где ваш сын? Мой сын? А в чем дело? Где ваш сын? He's upset with his grandma.